Саламатсыздар ма? 4-ші сынып оқушылары. Бүгінгі біздің сабағымыз қазақ тілі. Сабағымыздың тақырыбы ғаламшар құпиялары, сан, есім. Сабағымыздың мақсаты: мәтін мазмұны бойынша шешімін табуға бағытталған сұрақтар құрастыру. Оқушылары, сан, есім дегеніміз не? Сан есімнің қандай түрлерін білеміз? Есімізге түсіріп алайық. Әрмен қарай мұқият ережеге мән берейік. Сан есім дегеніміз заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Мысалы, 5 кітап, 2 үй, 30 килограмм. Неше кітап? 5 кітап. Әрмен қарай сан есім мағынасына қарай есептік және реттік сан есім деп бөлінеді. Есептік сан есім дегеніміз заттың нақты санын білдіреді. Сұрақтары неше, қанша? Мысалы, 1, 1000, 5, 20, 79. Реттік сан есім заттың реттік қатарын білдіреді. Сұрағы нешінші? Жасалу жолы ыншы, інші, ыншы, інші. Мысалға, 9-шы. Нешінші? 9-шы. 11-шы. 35-шы. Әрмен қарай сан есімге берілген жаттығуларды орындайық. 49-шы жаттығу. Мәтінді оқы. Неге, неліктен сұрақтарымен шешім табуға бағытталған сұрақтар құрастыр. Дәптермен жұмыс. Дәптерімізді ашайық, оқушылар. 51-ші жаттығуды орындаймыз. Мәтінді көшіріп жазып, сан есімдердің астын сыз. Станциясы. Ауылдан 20 шақырым жерде. Пойыз сағат 5-те жүреді. Әділ станцияға 2-ші автобуспен келді. Ол 3-ші курстың студенті. Жазғы демалыстан соң оқуға бара жатыр. Тапсырмасы: сан есімдерге сұрақ қою арқылы реттік, есептік сан есім екендігін дәлелдеу. Реттік сан есімдерге сөз құрамына талда. 52-ші жаттығу. Мәтінді оқу. Берілген мәтінді қатесіз оқып, мәтінге сүйеніп, сөйлемдердің ақиқат не жалған екендігін анықтайық. Сөйлемдерді мұқият оқып, тапсырмаларды орындаймыз. 53-ші жаттығу. Ребусты шеш. Шешуіндегі сөзге әңгіме құрап жазамыз. Үйге тапсырма. 50-ші жаттығу. Берілген сан есімдерді қатыстырып, сөйлем құрау. Құраған сөйлемдерді олардың қандай мүше болып тұрғанын анықтаймыз. Және де ережені жаттап алайық. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.